Саламатсыздар ма? Сіздермен бірге Тайыр Нұрпейісов, Тестми каналы. Бүгін біз бөлшектерді қысқартуға арналған есептерді шығарамыз. Олар міндетті түрде бір, кем дегенде бір, көп дегенде 3 есеп бөлшектерге келеді. Бөлшектерді қысқартуға немесе бөлшектерді жазуға. Сол үшін оларды қарастырған жөн деп ойлаймын. Есептер өте қиын емес. Демек біз 1-2 балл, 1-2 ұпай содан жинай аламыз. Яғни толық ұпай саны бізде көп болады. Яғни біз грантқа түсу мүмкіндігі жоғарылайды. Есептің берілгенін дәл қазір мен жазайын. 5b квадрат қосылған 5bc 10 бc қосылған 5c квадрат бөлінген 15b квадрат минус 15c квадрат. Есеп айтқандай қиын емес. Осы есепте мен тек қана сізге нұсқаулар берем. Осындай түрдегі есептерді қалай тез шығаруға болады. Мысалы, мен бірінші көргеннен осы есепті ойлағаным, осы алдындағы тұрған коэффициенттер бәрі 5-ке бөлінеді. Яғни 5-ті жақшаның сыртына шығару керек тездеп. 5b квадрат 10 бөлінген 5 2, b көбейтілген c қосылған c квадрат. Осымен шештік. Жақсы. Осы жақта 15 сан әр белгісінің қасында тұр. Яғни оны да біз жақшаның сыртына шығару керекпіз. Өте ыңғайлы болады, егер осы сан, белгілі бір сан жақшаның сыртында болса, яғни алдындағы сандармен қысқартуға болады. Ол бірінші қадам, бірінші нұсқау. Екінші нұсқау, яғни тез осындай қысқаруды жазуға болады. Егер сіз бәрін жақсы жазсаңыз, бәрін есте сақтасаңыз, осылай жазуға болады. Демек біз ұбт-да есепті дәл шығару үшін және есепті асықпай нақты шығару үшін осылай қысқартуды мен енді қолданбадым өзім шығарған кезде. Сол үшін сізге сондай нұсқау берейін. Яғни біз есепке енді қайта оралайық. Алдындағы жақшаның ішінде сізге енді қысқаша көбейту формулаларда қосу формуласын, азайту формуласын, квадраттағы, кубтағы соларды жаттау керек. Соларды жаттағаннан гөрі сізге түсіну керек. Яғни b квадрат қосу 2bc қосу c квадрат бізге қосындының квадраттың формуласын береді. Соны мен тез көрттім. Яғни 5b қосу c-ның квадраты деп жазам. 15. Асты енді b квадрат минус c квадрат, ол да бір қысқаша көбейту формула. Ол тең болады b қосу c көбейтілген b алынған c. Осыны мен көрттім. Яғни тағы да ашып жазсақ, квадрат дегеніміз, санның квадрат дегеніміз анықтама бойынша санның өз-өзіне 2 рет көбейту. Яғни бізге мынақты бір өрнек болса, анықтама бойынша өрнектің өз-өзіне 2 рет көбейтуі өрнектің квадратын береді. Яғни 5-ті біз b плюс c-ны көбейтеміз, тағы да b плюс c-ның өзіне. 15-ті бөлшектің алымын 15-ті b плюс c, b минус c сол күйінше қалдырамыз. Яғни біз енді осы ұбт-та осылай жазсақ, бізге қайта оңай болады. Біз нақты көріп тұрмыз b плюс c деген қысқарады. 5 пен 15 қысқарады 3 болады. b қосылған c және бөлшектің алымында бөлімінде b минус c болуы мүмкін болады. Есептің a, b, c, d деген жауаптарында қандай жазу болуы мүмкін? Мысалы, осы өрнек тең болады b қосу c 3b алынған 3c. Яғни осы есепті шешкен кезде, жауабын берген кезде абайлап қараңыз. Мысалы, бір жауапта b қосылған c, бір жауапта алынған c болуы мүмкін, ал бөлшектің алымдары бірдей болуы мүмкін. Сол кезде белгілеген кезде абай болыңыз. Және де
қысқаша көбейту формуланы жаттасаңыз, және де осылай тиянақты түрде бәрін жасаңыз, сізге шығаруға оңай болады. Сіздермен бірге болған Тайыр Нұрпейісов. Келесі сабақта көріскенше сау саламатта болыңыз, ұбт-ға дайындалыңыз.